қосымша. Енді бұрынғы иелері бар, соған баға жағынан қазір келіспей жатыр. Жаңа инвесторлар о жаққа 3-4 миллиард теңге салып, қажеттілік болған жаңағы ақшалары жетіспей қалған құрал жабдықтардың бәрдерін алып кеп, биылғы жылы құрылыс жұмыстарын жалғастырып, келесі жылы іске қосу керек еді. Қазіргі таңда жаңа инвесторлармен жаңа қара алмаға ақша салған екі бизнесмен әлі келісе алмай жатыр бағасына. Қысқасы сол. О жақта енді 3-4 миллиард теңге ақша салынған, ары қаратай алып жүргізіп кету үшін тағы да кем дегенде 3-4 миллиард теңге қаражат жоқ. Мынау бизнесмендерде ақшалары жоқ оған. Жаңа бизнесмен келсе, ол жай ғана ақша салмайды ғой. Ол өзінің үлесін сұрайды. Сол себептен қазір мынау келісім сөздер жүріп жатыр, жолда бәрі бар ғой о жақта. Күтеміз. Олар келісу керек. Екінші мәселе, мынау теріні шығару. Аға, біздің шығып атқан тері, өзіміздің аулада сойылған, сапасы төмен. Бұлғары жасау үшін, бірдеңке тігу үшін болмайды ол тері. Біріншіден біз не жасадық? Шуда қазір үлкен зауыт іске қосылып жатыр. Желатин шығаратын. Терінің сапасына қарамайды олар. 100 мың тонна, 100 мың дана терін өңдейтіндей үлкен завод осы кәсіпкерлік басқарманың басшысы бар ма? Қашан іске қосылады завод? Қуаты қанша? Қайырлы күн, Ербол Шоқбайұлы. Өз-өзіңізді таныстырып кетіңіз. Есімім Оразбай Ерлан Айдарұлы, кәсіпкерлік басқармасы басшысының орынбасары. Қазіргі таңда Шу аумағындағы арнайы экономикалық аумақта Тараз желатин үлкен кәсіпорны құрылысын жүргізіп жатыр. Мердігердің инвестордың мәліметіне сәйкес, ағымдағы жылдың соңына дейін осы Тараз желатин зауыты іске қосылады. Толық көлемі ретінде жылына 500 мың тонна тері өңдейтін мүмкіндіктері бар. 500 мың тонна тері ол қанша? Ірі қараны алайықшы, ұсақ малды қанша дана болады? Оның ішінде 500 мың тоннаның ішінде 200 мыңы ірі қараныкі, қалғаны ұсақ малдардікі жекелейсіз. Аға, міне, олар басқа жақтан алып келмейді ол теріні. Сол терін біріншіден қазір жинап, осыған тапсыру. Бізде Тараз кожобылымыз бар, жарайды, оларда да теріні алып бұлғары ретінде тігіп жатқан шығар. Сапасы төмен теріден олар келеді да желатин жасайды. Желатинді негізі фармацевтикаға да салуға болады, оны тамақ өндірісіне де пайдаланады. Сұраныс өте жоғары. Сол себептен осы завод осы жылдың аяғына дейін іске қосылатын болса, өзіміздің аудандардан осы терін жинап өңдейтін болады.